Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стратегиясын жүзеге асыру мақсатында облыста үгіт-насихат тобы құрылған болатын. Ақпараттық топ Шу ауданына жиын өткізді. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық прокуратура, ішкі істер департаментінің мамандары бар топ мүшелері жаңа жол ауылының мемлекеттік қызметкерлеріне жемқорлыққа қарсы стратегиялық құжатты таныстырудан бастады. Сонымен қатар елбасының 100 нақты қадам ұлттық жоспары бойынша әр саладағы жаңашылдықтарды жеткізді. Оның ішінде кәсіби мемлекеттік аппарат құру қадамына мамандар ерекше тоқтала кетті. Осы 5 институционалдық реформаның іске асуымен елімізде мемлекеттік қызметтің беделі артып, халыққа қызмет көрсету сапасы жоғарыламақ. Сонымен қатар кәсіби деңгейде көтерілу кезең-кезеңмен жүзеге асырылып, нағыз білікті кадрлар қалыптаспақ. Жиынға қатысушылар бұл өз кезегінде елдегі жемқорлық әрекеттің жойылуына өз септігін тигізетінін жеткізді. Насихаттық топ аудан кәсіпкерлерімен де кездесті. Шағын және орта кәсіп иелері жұмыстарын жүргізу барысында кездесетін бірқатар мәселелерді көтеріп, мамандарға сауалдар қойды. Қойылған барлық сұрақтарға заң тұрғысында жауап қайтарылды. В целях реализации конституционного права граждан на получение необходимой достоверной информации. Үгіт-насихат тобының аудандағы мақсаты мемлекеттік бағдарламалардың заң тұрғысында орындалуымен қатар халыққа кез келген қызметтің сапалы болуын қадағалау. Әрине, жиынға қатысушылар өте белсенді. Кәсіпкерлер де өздерін ойландырып жүрген сауалдарын бізге жолдады. Біз барлық сұрақтарға тиісінше жауап бердік.